Тағы да сәлем оқушым. Жалпы үшбұрыштар теңсіздігі тақырыбына арналған видео сабағымның екінші бөліміне қош келдің. Бұл жерде енді Пифагор теоремасын айтамын алдымен. Содан кейін барып Пифагор теңсіздігі, яғни осы үшбұрыштар теңсіздігінің бір бөліміне өтетін боламын. Просто ол теңсіздігін өтпей тұрып, бірінші Пифагор теоремасын үйрену қажетпіз. Ендеше кеттік, бисмиллах деп бастаймыз. Пифагор теоремасы. Жазып қойық. А квадрат плюс Б квадрат тең С квадрат деген тепе-теңдік бұл бізде Пифагор теоремасы. Енді осы жерде ол не нәрсеге қатысты айтылған? Бұл бізде тік бұрышты үшбұрышқа қатысты айтылған. Тік бұрышты үшбұрыш деген қандай үшбұрыш еді? Бір бұрышы тік, яғни бір бұрышы 90 градус болатын үшбұрыш бізде тік бұрышты үшбұрыш еді. Оның бізде А және Б қабырғалары не деп аталады? Катет деп аталады. Өйткені ол мына тік бұрышты құраушы қабырғалар, яғни тік бұрышты құраушы қабырғалар біз катет деп атау қажет екенбіз. Ал бізде осы 90 градустық бұрышқа қарсы жатқан қабырғаны не деп айтады екенбіз? Гипотенуза деп айтады екенбіз ғой. Гипотенуза деп оқылады, гипотенуза деп жазылады. Гипотенуза деп айта берсеңдер болады. Сонда катеттері А мен Б, гипотенузасы С деп алсақ, онда А квадрат қосылған Б квадрат тең С квадрат. Онда мен бұны сөзбен айтатын болсам, Пифагор теоремасы бойынша катеттерінің квадраттарының қосындысы тең болады гипотенузаның квадратына деген сөз. Болды, осы ғана Пифагор теоремасы деген осы. Мысал үшінге, қазір бізде келесі бетте оның қолданылуы бар, қазір оны айтатын боламын жаймен деп. Осы жерде мен айтқым келетін нәрсе бар. Мысал үшінге, бұл Пифагор теоремасының дәлелдеуінің өте көптеген жолдары бар да, әлемде өте көп дәлелдеу жолы. Соның қазір бір жолын көрсететін боламын. Қазір оны қолдануында айтамын, келесі бетте. Осы бетті жақсылап жазып ал, катет дегенне, гипотенуза дегенне барлығын ұғынып ал. Ендеше келесі бетке көшемін. Қолданылуы, осы Пифагор теоремасының қолданылуы қалай болады? Тік бұрышты үшбұрыштың екі қабырғасы белгілі болған кезде, үшінші қабырғасын табу үшін қолданылады. Яғни тік бұрыш үшбұрыштың екі қабырғасы белгілі болды делік. Мысалы, катеттер 3 пен 4 катеті белгілі болды. Бізде енді қандай еді формуласы? А квадрат қосылған Б квадрат тең С квадрат еді. Біздің жағдайымызда А Б-ның орнында 3 пен 4 тұр. Сонда 3-тің квадраты қосылған 4-тің квадраты тең гипотенуза белгісіз, ол X-тің квадраты болады. Әрдайым оқушым 90 градус бұрышқа қарсы жатқан қабырға ол гипотенуза болады. Және ол ең ұзын қабырға. Хорошо? Тік бұрышта ең ұзын қабырға ол 90 градусқа қарсы жатқан қабырға. Неге? Себебі бізде андай тұжырым бар еді, ең үлкен бұрышқа ең үлкен қабырға қарсы жатады деген. Сол бойынша мына 90 градус болса, онда мына қалған екеуінің қосындысы 90-ды беру керек қой. Онда мына қалған екеуі сүйір бұрыш. Олай болса, ең үлкен бұрыш бізде 90 градус болады тік бұрышта, және оған қарсы жатқан қабырға ең үлкен қабырға болады. Көрдіңдер ме? Осылай дәлелдеуге болады. Енді мен қазір тұрамды айтам. Мен қазір тұрамда 3-тің квадраты қосылған 4-тің квадраты тең X-тің квадраты деп, мұнау Пифагор теоремасына саламын. Мен осы жерде дұрыстап қарайтын болсам, мен 3-тің квадраты 9 екендігін байқаймын, 4-тің квадраты 16 екендігін байқаймын, тең болады X квадратқа. Осы жерден X квадрат тең болады, 9 бен 16-ны қоссақ 25-ке тең. Ал осы жерден X-ті табатын болсақ, плюс-минус түбір асты 25 деп жазылады негізі, квадрат на бетке берілген кезде. Неге? Себебі қандай санның квадраты бізде 25 береді деген сұрақ қой мынау ше, X квадрат тең 25 деген. Енді бізде 25-ің түбірден 5 болып шығады, сонда X тең плюс-минус 5. Бірақтан оқушым, алгебрада сен плюс-минус дейтін едің. Геометрияда да кейбір вектор тақырыптарында плюс-минуспен кететін кездер болады. Бірақ есептелу осылай жүзеге асатын есіңде сақта. Бірақ сен плюс-минус 5-тің тек қана плюс 5-ін ғана қабылдайсың. Себебі қабырғаның ұзындығы қашан көрдіңдер? Адамның бойының ұзындығы мысалы минус 160 екен деген. Бой жоқ қой ондай. Сол сияқты қабырғаның да ұзындығы, жалпы ұзындық теріс сан бола алмайды. Сол үшін X тең болады 5-ке. Плюс-минус 5-тің плюсін аламын ғой, жай ғана. Болды, сонда X тең болады 5-ке, мен анықтадым, яғни гипотенузасы 5-ке тең болады екен. Вот қолданылуы осындай. Кейде мынау 5 болып тұрады да, мынау X болып қалуы мүмкін. Не істейсің? 3-тің квадраты қосылған, мына катеттерінің квадраттарын қосылса, 3-тің квадратына қосасың, енді сен X-тің квадратын. Тең 5-тің квадратына дейсің. Сол кезде X квадрат тең, мынау 25 болады, 3-тің квадраты 9 болады, минус болып өтеді. Сразу 25-тен 9 алып тастаса 16. X тең болады плюс-минус
4 деп бірден жазуға болады. Плюс минус біраз 16 демей ақ ше. Сонда x тең плюс 4-ін қабылдайсың. Міне мынаның 4 екендігін табасың солай. Сол сияқты белгісіз қабырғаларын тепе-теңдікке дұрыстап салып тапсаң болды. Главный катеттерінің квадраттарының қосындысы гипотенузасының квадратына тең екенін білсең болды ғой. Болды, қолданылуы осындай. Олай болса келесі бетке көшейін. Енді келесі бетте танымал Пифагор үштіктері туралы айтамын. Давайте оқушым барлығын жазып алайық. Мынау сенің өміріңді кәдімгідей жеңілдетеді. Мына танымал Пифагор үштіктерін жазып ал және жаттап ал. Мысалы 3, 4, 5 дейді да. Пифагор үштігі дейді да. Неге ол 3, 4, 5 Пифагор үштігін жаттатқызып жатырмыз? Себебі мынаны қараңдар. Тікбұрыш, үшбұрыш, мынау 3, мынау 4 болып тұр, мынау x болса, сен бұның 5 екендігін бүйтіп есептеп отыру. Әр есепті есептеп отыру уақытты талап етеді ғой. Ал оның орнына дейді да, танымал Пифагор үштіктерін жаттап ал дейді. Ең жиі кездесетін тікбұрыш үшбұрыштар ғой, тазасын айтқанда. Табиғатта ең жиі кездесетін тікбұрыш үшбұрыштар ол бізде 3, 4, 5 тікбұрыш үшбұрышы. Бұл жерде мынауға гипотенуза, үшінші қабырғам гипотенуза. Мысалы, сенде тікбұрышты үшбұрыш беріліп, мынау 3, мынау 5 болып тұрса, мына ұзын қабырғам гипотенузам 5 болып тұр ғой, мынау 3 болып тұр. Не жетіспейді? 4 жетіспей тұр. Онда мына жер 4-ке тең дей саласың болды. Яғни Пифагор теоремасымен есептемей ақ табуға болады да солайынан. Яғни жаттап алу керекпіз. Сонда 3, 4, 5. Одан кейін екінші Пифагор үштігі 5, 12, 13. Жаттап алыңдар. Одан кейін үшінші 8, 15, 17. Одан кейін төртінші 9, 40, 41. Бесінші 7, 24, 25 дейтін ипотекалық бағдарлама сияқты да бұл. 7, 20, 25 деген бар ғой. Сондай сияқты бір бағдарламалар сияқты жаттап алу керекпіз ғой біз бұларды ше. Сонда бізде мысалы бір тікбұрышты үшбұрыш беріліп, саған айтса, мынау 7-ге тең, мынау 24-ге тең десе, мынау бірден 25-ге тең екенін біліп қою керексің ғой. Міне, көрдің ба? Міне 25. Аха, жаттап алған үшін мен білдім да. Ұзын қабырғам гипотенузам 25. Егер былай берілсе, тікбұрыш үшбұрыш беріледі. Мысалы тұрады да, мынау 41-ге тең, мынау 9-ға тең дейді. Мысалы үшін, мынау белгісіз. Ал мен білемін 9, 40, 41 деген Пифагор үштігін. Гипотенузам 41 болу керек еді. Гипотенузам 41 болып тұр. Ең ұзыны мынау 9, значит, мынау 40-қа тең. Көрдің ба? Белгісізін өзі тауып аламын да. Мен Пифагор теоремасын салсам болады негізі. X квадрат плюс 9-дің квадраты тең 41-дің квадраты деп. Зачем? Дайын Пифагор үштігі тұрғанда өмірімізді жеңілдетейік, уақытымызды үнемдейік. Себебі тестте отырған кезде әрбір минут, әрбір секунд біз үшін бағалы, біз үшін құнды. Енді осы жерде мен мынандай нәрсе айтам. Көп өмірлерін жеңілдетеді оқушылар. Осы жерде мен тағы да мынандай нәрсе айтам. Бұл бізде тек қана 5 Пифагор үштігі табиғатта бар екен деп ойлап қалмаңдар. Бұдан өзге өте көп Пифагор үштіктер бар. Мынау ең танымал Пифагор үштіктер. Сосын осы жерде танымалдығына тағы да танымалдық қосам. Қандай? 3, 4, 5 деген Пифагор үштігін айттық қой мысалы. Дәл осының барлығын 2-ге көбейтші, просто әрқайсысын какой-то бір коэффициентке көбейтуге болады. Коэффициентке көбейткен кезде келесі бетте айтамын, ол өзінің қасиетін сақтап қалады. Қараңдар, 3, 4, 5 деген Пифагор үштігі әрқайсысын 2-ге көбейтейік. 6, 3-ге көбейтсек 6, 4-ге көбейтсек 8, 5-ге көбейтсек 10. 6, 8, 10 болып кетті ғой. Бұл кезде де ол тікбұрыш үшбұрыш, ол бізде бұл да Пифагор үштігіне жатады. Мысалы, бір тікбұрыш үшбұрышта мына жер 6, мына жер 10 деп тұрса, мынаны 1-ден 8 деп айта алу керексің ғой. X-ті ше. Вот осындай. 6, 8, 10. Енді давайте 2-ге емес, полный 3-ге көбейтейік. 3-ге көбейтсек 3, 3-ге көбейтсек 9. 3-ті 4-ге көбейтетін болсақ, бізде 12. 3-ті 5-ке көбейтетін болсақ 15. 9, 12, 15 көрдің ба? Келесі Пифагор үштігі шықты. Мен бұларды неге мына жерге танымал Пифагор үштігіне жазып қоймадым? Себебі мыналардың әрқайсысын какой-то коэффициентке көбейтіп отырғаннан шығатын сандар ғой мынау. Бұлар да танымал, бірақ та мыналардың әрқайсысын коэффициентке көбейткеннен шығатын танымал Пифагор үштіктер. А мыналар оригинал ғой былайша айтқан кезде. Вот осылардың әрқайсысын коэффициентке көбейткенде табиғаттағы басқа да Пифагор үштіктер шыға береді. Полностью 4-ке көбейтіп көр, жай ғана. 3, 4, 5-ті 4-ке көбейтіп көр. 3, 4-ке көбейтсе 12, 4, 4-ке көбейтсе 16, 5, 4-ке көбейтсе 20. 12, 16, 20 деген бар да. Сонда тікбұрышты үшбұрыш тұрады. И сен тұрасында не істейсің? Мынау бізде 12 екен, мынау бізде 16 екен десе, мынаның 20 екен бірден айту керексің ғой. Пифагор теоремасы деп отпай-ақ ше. Танымал Пифагор үштігі дей саласың. Вот осындай нәрсені айтқым келді. Олай болса келесі бетке көшейін, иә. Жақсылап жазып ал, жаттап ал. Мыналарды да дәптеріңнің ең соңғы бетіне ма, ең бірінші бетіне ма жазып қоясаш. Бұларды да жаттап жүре бере, ақырындап жатталып кетеді. Әсіресе мынау 3, 4, 5-тің какой-то коэффициенттері көбейтілген түрі көп келеді. Мысалы 5, 12, 13-ді 2-ге көбейтсең 10, 24, 26 деген Пифагор үштігі пайда болады. Вот осылай кете береді. Жақсы, өте тамаша түсіндіріп жатырмын негізі. Әрине, үшінші қабырғалар олар гипотенуза, всегда, әрдайым. Келесі бетке көштім. Енді мынаны жақсылап оқып жазып алыңдар.
Пифагор үштіктерінің кез келгенін оң бүтін санға көбейткенде, ол өзінің қасиетін сақтап, Пифагор теоремасын қанағаттандыра береді. Мынау жаңағы айтқаным ғой, какой-то санға көбейтсек, қасиетін сақтап қалады ол, әлі Пифагор үштігі болып тұра береді. Сонда тікбұрыш үшбұрышты қанағаттандыра береді. Давайте дәлелдейік. Дәлелдеу оның қалай болады? Мен мына жерде әрқайсысын жеке-жеке квадраттаймын. К квадрат, А квадрат. Енді бізде андай ғой, басында А квадрат плюс Б квадрат тең С квадрат еді. Сол тікбұрышты үшбұрыштың енді әрбір қабырғасын бар ғой, мысалы А, Б, С қабырғасын. Әрқайсысын К-ға көбейтейік. Көбейтілген К, көбейтілген К, көбейтілген К. Сол кезде Пифагор теоремасы қалай жазылады? АК-ның квадраты, міне К-ның квадраты. Сосын БК, бұны КБ деп жаздық, КБ-ның квадраты тең болады СК немесе КЦ-ның квадраты деп жаздық. Енді бұл қасиетін сақтап қала ма, қалмай ма дәлелдейік. Квадрат енді әрқайсысына беріледі. Мына квадрат әрқайсысына беріледі. К квадрат Б квадрат болады. Мына квадрат әрқайсысына беріледі. К квадрат және С квадрат болады. Енді қараңдар, мына екеуінен К квадрат жақшасына шығарайын, екеуіне де ортақ болған үшін. Жақшаның ішінде А квадрат плюс Б квадрат қалады. А мына жақта К квадрат көбейтілген С квадрат. Екі жағында К квадратқа бөліп тастауға болады, болмаса, мына көбейтіліп тұрған К квадратты мына жаққа бөлуге өткізейін. Сонда не қалады? А квадрат плюс Б квадрат тең болады К квадрат С квадрат дегеннің бөліміне мына бір К квадрат барады ғой. Сонда К квадрат пен К квадрат қысқарып кетеді. Сонда А квадрат плюс Б квадрат тең болады С квадратқа деген ең бастапқы Пифагор теоремасы қайттан шықты. Көрдің ба? Сонда біз К санына көбейткеннен ештеңе ұтылмаймыз. Былайша айтқан кезде жай ғана соның қасиетін сақтай отырып, біз басқа да Пифагор үштіктерін тауып ала алады екенбіз. Вот осындай. Осыны есімізде сақтайық, мен жай ғана дәлелдеп бердім. Ендеше келесі бетке көшейін. Енді Пифагор теңсіздігі. Давайте осы туралы әңгіме айтайық. Пифагор теңсіздігі ол не үшін қажет? Қараңдар. Пифагор теңсіздігі үшбұрыштың тікбұрышты, сүйірбұрышты немесе доғал бұрышты екендігін анықтау үшін қолданылатын теңсіздік. Яғни қандай екендігін анықтау үшін ғой үшбұрыштың? Тікбұрышты ма, сүйірбұрышты ма, доғал бұрышты ма? Кейбір есептер болады, үшбұрыштың түрін анықтаңыз дейді. Сол кезде тікбұрышты, тең бүйірлі, сүйірбұрышты, доғал бұрышты, тең қабырғалы 8 жауап тұрады ғой, миыңды ашытатын. Сол кезде сен дұрыс таба алуға жетсін. Сол кезде мына тікбұрышты, сүйірбұрышты, доғал бұрышты соны таба алуға жетсін. Енді қара, егер ол тікбұрышты үшбұрыш болатын болса, А квадрат плюс Б квадрат тең С квадратқа деген жаңағы Пифагор теоремасы орындалады. Яғни бізде қандай да бір тікбұрышты үшбұрыш берілетін болса, онда егер де мысалы 3, 4, 5 дейді да, осы үшбұрыштың түрін анықтаңыз дейді. Сол кезде сен бүйтесің 3-тің квадраты плюс 4-тің квадраты и 5-тің квадраты дейсің. Сонда есептесең, мынау 25-ті береді, мынау себебі 9, мынау 16, мынау тоже 25-ті береді. Екеуі тең болып тұр ғой? Аха, тең екен дейміз. Тең болып тұрса, онда бұл тікбұрышты екен дейміз ғой бірден. А если былай болса ше, мысал үшінге бізде береді А квадрат плюс Б квадрат С квадрат. Мынау екінші жағдай. Егер былай болса, мысалы, былайнан сәл ұзарып кетсін. Ұзарып кетсін да мына жер. Яғни мына қабырға мен ұзарып кетсін. Үшінші қабырғам ұзарып кеткен болсын да. Сол кезде бұл 4 емес, енді бұл 6 ма, 7 ма болып кетуі мүмкін ше, мысалы 6 болып кетуі мүмкін деген сияқты. Или 5 болып кетуі мүмкін. 6 квадрат деп қойыппын ғой. 6 болып кетуі мүмкін. Сол кезде мен ойланамын ғой. Так, аха. Онда 3-тің квадраты қосылған 6-тың квадраты и тең 5-тің квадраты деп жазып қоямын. Сосын бұл қандай бұрышты екендігін табуға мен енді әрекетім жасау керекпін ғой. Сөйтемін да мен қазір былай жасаймын. 3-тің квадраты ол бізде 9, 6-тың квадраты 36 и мына 5-тің квадраты 25 деймін ғой. И сонда қарасам 9-ға 36-ны қоссам қанша болады? 9 плюс 36, 39, 45 болады. Мына жер 25 болады. Қайсысы үлкен, қайсысы кіші? Соны қоямын. Міне, былай болып тұр теңсіздік таңбасы, Ой, наоборотынан қойып жүрдім ғой. Керісінше қойып жүрдім. Мен әште доғал бұрыш үшбұрыш емес, мен сан мәнін дұрыс бермей қалдым ше. Так, осы бетті бір айтам қайттан. Осы бетті бір айтып жіберейін, Картоп жар жедім мен әжде. Айта берем, Айта берейін ба? Алса отырайын ба? Енді Пифагор теңсіздігі.
Не дейді? Пифагор теңсіздігі не үшін қажет деген сұрақ туындайды. Ең бірінші, Пифагор теңсіздігі үшбұрыштың тікбұрышты, доғалбұрышты, сүйірбұрышты екенін анықтауға қолданылады. Пифагор теңсіздігі үшбұрыштың тікбұрышты, сүйірбұрышты немесе доғалбұрышты екендігін анықтау үшін қолданылатын теңсіздік деп дәптерімізге жазып қояйық. Андай есептер болады. Мына үшбұрыштың түрін анықтаңыз дейді да, мысалы 3, 7, 11 деген үшбұрыштың түрін анықтаңыз дейді да, жауабында А жауабында тікбұрышты, Б жауабында сүйірбұрышты, С жауабында доғалбұрышты, одан кейін тең бүйірлі, тең қабырғалы, одан кейін ондай үшбұрыш жоқ деген сияқты, кездейсоқ деген сияқты, сондай бір ABCDE деген сияқты варианттар береді. Енді кездейсоқ деген вариантты алып тастайық, қалған варианттар береді да, мысалы үшін. Сол кезде оқушым сен анықтай алу қажетсің қандай үшбұрыш екендігін. Вот сол кезде тікбұрышты, сүйірбұрышты, доғалбұрышты екендігін біз қалай анықтау керек екендігін жолын үйретейін деп жатырмық қой мына жерде. Бұны негізі көп жерде айтыла бермейді. Давайте жақсылап үйреніп алайық. Бұны косинустар теоремасымен дәлелдеуге болады, ол сәл ұзақтау. Сол үшін мынамен кетейік. Сонда қараңдар, бірінші тікбұрышты үшбұрыш. Бізде а квадрат плюс б квадрат тең с квадрат дейді да. Егер де бізде былай берілетін болса, қандай да бір тікбұрышты үшбұрыш беріледі, сонда мынау 3-ке тең, мынау 4-ке тең, мынау 5-ке тең деген сияқты. Я болмаса А, Б, С деген сияқты. Сол кезде сен қарайсың ғой енді. Мына А қабырғасы, Б қабырғасы, С қабырғасы. Сол кезде А квадрат плюс Б квадрат тең С квадрат болып тұрса, тең болып тұрса ше, осыны есептеген кезде, мысалы 25 тең 25, 16 тең 16 деген сияқты тепе-теңдік орындалып тұрса, онда ол үшбұрыш тікбұрышты дейсің. Әрине С ретінде ең үлкен қабырғаны аласың всегда. Мысалы 7, 11, 14 десе, онда сен 7-нің квадратына 11-дің квадратын қосасың да, и 14-дің квадратымен сен салыстырасың. Тең ба, үлкен ба, кіші ма салыстырасың ғой, шығатын сандарды ше. Вот осы мақсатымыз. Енді қараңдар. Сонда, егер де бізде тең болса, ол тікбұрыш үшбұрыш дедік. Ол и так та белгілі да, Пифагор теоремасынан біз бұны білеміз. Енді қараш, осының С деген қабырғасын ұзын қылайықшы. С қабырғасы ұзарып кетті делік. Ұзарып кететін болса бұл, онда бұл үшбұрыш мынандай үшбұрышқа айналып кетеді, яғни мына қабырғасымен алып тастаймын. Бұл енді қандай болды? Жаңа бүйтіп тұрған кезде 90 градус еді, 90-нан үлкен болып кетті ғой қазір. Онда ол доғалбұрышты болып кетті. Енді қара, С деген ұзын болып кетті ғой. Значит, қараш, А квадрат плюс Б квадрат. Енді С квадрат дегенде С ұзарып кететін болса, ол С квадрат үлкен болып кетті ғой. Онда мына жағы үлкен, көрдің ба? С үлкен болып кетсе, бірден мынау доғалбұрышты үшбұрыш болып кетеді, көрдің ба? Мына С үлкен. Гипотенуза үлкен болған сайын мынау доғал бола береді. Вот сол үшін С үлкен болып кетсе, бірден қатаң түрде үлкен болатын болса, болды, онда ол доғалбұрышты үшбұрыш екен деп айтасың. Оған есеп шығарған кезде көресің. Енді қара, сүйірбұрыш үшбұрыш. Енді бізде тікбұрыш үшбұрыш кезде осындай еді. А, Б, С деп қойын. Ал енді былай болып қалса ше, осы С деген қабырғам кішірейіп қалсын. Кішірейіп қалсын, и былай болып қалсын да үшбұрышым. 90 градус еді мына жер, енді мына жер 90-нан кіші болып қалды. Енді қараш, А квадрат плюс Б квадрат делік, сосын С квадрат делік. Бұл жерде С қабырғасы кішірейіп қалса, онда мынау кіші сан болады да, онда мына сол жақ беті үлкен болып кетеді, көрдің ба? Былай болса, онда ол сүйірбұрышты үшбұрыш деген сөз, көрдің ба? Не үшін сүйір? Өйткені кішірейіп қалды мына С қабырғасы. Кішірейген кезде мына А қабырғасы бүйтіп қисайып қалады. И сол кезде бізде не болады екен? Сүйірбұрыш болып қалады. Өйткені 90-нан кіші. 90-нан кіші болса болды, 0 мен 90 арасында болса сүйір ғой. 90 деген өзі қандай екен көріп тұрсыңдар ғой міне? Мынандай еді да. Ал 90-ымыз кішірейіп қалды мынандай болып. Мынандай бұрыш болып қалды ғой. Вот сол кезде сүйірбұрышты үшбұрыш деп айтасың. Сонда мынау тікбұрышты үшбұрыш деп мынада айта алуға жетсің. Тікбұрышты деп. Мынау бізде доғалбұрышты үшбұрыш деп айта алуға жетсің. Себебі гипотенуза үлкен болса, онда үлкен қабырға үлкен бұрыш қарсы жатады. Онда доғалбұрыш. А мына жерде сүйірбұрышты үшбұрыш. Болды осы. Әрдайым ұзынырақ қабырғасын аласың бірақ С ретінде. Сол кезде бізде белгілі болады. Мысалы, мынандай үшбұрыш берілсе, сен доғалбұрышты екендігін ең үлкен бұрышына қарап білесің. Ал ең үлкен бұрышына қарап білу үшін ең үлкен қабырғасын қолданасың да, оған қарсы жатқан. Себебі ең үлкен бұрыш ең үлкен қабырғаға қарсы жатады. Енді жалпы қатты миды ашпай мына теңсіздікті жаттап алсаң болады. Мен қазір мағынасын түсіндірдім. Жай ғана мағынасын не үшін түсіндіріп жатырмын? Ертең ұбытта отқанда, тестте есеп шешіп отқан кезде бәлкім есіңнен шығып кетсе мына формула, өзің қорытып алатындай болу керексің ғой. Вот балық емес, саған қармақ беріп жатырмын ғой мен оқушым. Балық аулай алатын, иә. Ендеше келесі бетке көшем. Енді соған байланысты бір есеп. Бағанағы бірінші видео сабақта 5 есеп шығарған едік. Қазір екінші видео сабақта мына 6-шы есепке келіп тұрмыз. Осы бір есепті көрсетіп кетейін. Бізде қабырғалар 6, 8, 12 болатын үшбұрыш, мынандай үшбұрыш болады дейді да. Сол кезде кейде жауабында андай тұрады. Ондай үшбұрыш жоқ деген тұрады. Ондай үшбұрыш жоқ. Сол үшін бірінші тексеріп аласың, ондай үшбұрыш бар жоғын. 8-ді 12 мен 6-ның қосындысы мен айырмасының арасында жатыр ма деп тексеріп аласың. 12-ден 6-ны алсаң 6, 8, мына жер
18. Иә, жатыр екен. 6 шынымен 8-ден кіші, ал 8-іміз 18-ден кіші. Яғни мына теңсіздік дұрыс. Олай болса, ондай үшбұрыш жоқ деген вариантты мен сызып тастаймын. Көрдің ба? Вот осы үшін қажет. Ал мына жерде ондай үшбұрыш жоқ деген айтылмаған, сол үшін тексермесем болады. Негізі тексергенің абзал, осындай ондай үшбұрыш жоқ деген жауап тұрса. Енді қара, осы кезде 6, 8 деген А, Б-ны береді, ал мына 12 дейтін ол С. Негізі 6, 8, 10 дейтін Пифагор үштігі бар. Сол Пифагор үштігі болған кезде ол тікбұрыш үшбұрыш болатын еді. 12 болып кетсе, доғал бұрышты болып кетті деген сөз ғой. Мен логичында біле аламын да, осылайша тәжірибелі болғаным үшін ғана біле аламын. Оқушым кез келген істің маманы бір кездері бастаушы болған ғой, сол сияқты сен де қазір бастаушысың. Сен де тәжірибелі бола аласың да, жаймен деп. Енді қара, сонда мен бүйтем. 6-ның квадраты қосылған 8-дің квадраты және 12-ның квадраты деп қоямын. Енді мен тұрамда қазір былай айтамын. Осыны тексеріп аламын деймін ғой. 6-ның квадраты ол бізде 36, 8-дің квадраты 64, 12-ның квадраты 144. Енді қарашы оқушым, 36-64 қоссаң 100, міне 144. Салыстырасың, қайсысы үлкен? Әрине 144 үлкен. Значит, теңсіздік таңбасы былай қойылады екен. Ал бізде А квадрат плюс Б квадрат кіші С квадраттан болса, мынау үшінші қабырға үлкен болып кететін болса, онда ол доғал бұрышты үшбұрыш еді ғой. Олай болса, мына теңсіздік таңбасына қарадым. Сонда мынау орындалып тұр. Ол бізде доғал бұрышты үшбұрыш кезінде болатын еді. Олай болса, мен тұрамда В жауабы доғал бұрышты үшбұрыш деп айтады екенмін. Сонда, наоборот, керісінше шығатын болса, сүйір бұрышты, ал егер тең болып қалса, тік бұрышты үшбұрыш. Міне бар болғаны осы ғана. Ендеше оқушым, осы менің кезекті видео сабағымда өз мәресіне келіп жетіп жатыр. Ендеше мен қазір мотивациялық бетке өтіп, бүгінгі мотивациямды айта кетейін, сосын келесі видео сабақта жүздесетін боламыз. Ендеше кеттік. Бұл енді кішкене жалқаулыққа қатысты айтылатын сөз. Мен дейді, арманым үшін ұйқымды құрбан етейін, бірақ ешқашан ұйқым үшін арманымды құрбан етпеймін. Оқушым, ұйқы мен арман тұрған жерде, әрине, тек қана ұйқы емес, жалқаулық пен арман тұрған жерде, арман әрдайым биік болуы қажет. Арманымыз асқақ болсын, арманымыз биік болсын, сол кезде ғана біз не істей аламыз? Арманымыз үшін ұйқымызды қиып кете алады екенбіз. Ендеше оқушым, әрекетке берекет, әрекетіміз жасайық, барлығы жақсы болатыны сөзсіз. Келесі видео сабақтарда амандықта, саулықта жүздескенше, баршаларыңа шын жүректен дәстәс.